Аузыңызда еритін, өте керемет үйлесімде, өте дәмді шығатын пирог жегіңіз келсе, онда осы пирогты сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бұл пирогтың аты банафи-пай пирогы. Керемет банан мен варенканың үйлесімі ауызда еріп, өте дәмді болып шығады. Осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, бар құпиясымен бөлісетін боламын. Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындап аламыз. Бізге електен ұнды өткізіп алу керек. Содан соң мұздатқыштан сары майымызды осындай үккіштен өткіземіз. Бізге үгілмелі песочный қамыр керек. Осы екі қолымызбен осындай құм секілді песочный қамыр дайындап аламыз. Содан соң қант ұнтағын немесе шекер салып, және де жұмыртқаның 2 сарысын салып, өте жұмсақ қамыр елеп шығаратын боламыз. Бұл пирогтың қамырының басқа пирогтардың ерекшелігі ешқандай қопсытқыш және де ас содасын қоспай пісіретін боламыз. Біздің қамырымыз осындай өте жұмсақ икемді болып шығады. Біз оны целлофанға салып, шамамен 20-30 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз, және де бізде осындай қаттылау қамыр шығады. Біз оны пирогтың формасына бір тегіс етіп қолымызбен төсеп шығамыз. Және де пирогымыздың қамыры бір тегіс болып пісу үшін осындай асты тегіс затпен пирогтың бетін қамырын тегістеп шығамыз, және де шанышқымен тесік-тесік етіп алып 180 градуста шамамен 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді біздің пирогтың бетіндегі кремді дайындап аламыз. Бізге ол үшін қажет заттарды описанияға мөлшерін толығымен жазып қалдырамын. Ең алдымен творожный сыр және де сливки 33 немесе 35% болу керек. Және де қант ұнтағы немесе шекерді барлығын араластырып, тоқтатпай миксермен шамамен 10-15 минуттай миксерлегеннен кейін бізде қою крем пайда болады. Сіздерге ескеретін жайт, творожный сыр мен сливкиді 8 сағаттан аса уақыт тоңазытқышта ұстаған жағдайда сізде қою крем шығады. Ол уақыт тұрмаған жағдайда творожный сыр мен сливкиді миксерлесеңіз сұйық болып қалуы мүмкін, ешқандай крем шықпайды. Және де крем жасайтын ыдысыңызбен миксеріңіз тап-таза болу керек, ешқандай су, май тамшылары болмау керек. Және де бөлме температурасында кепкен сүлгімен ғана кептіріп қоя салған болмайды. Сонда ғана сізде барлық нұсқаулықты орындаған жағдайда ғана сізде осындай қою крем шығады. Кремнің қалай дайын болғанын білу үшін лопаткамен немесе қасықтың көмегімен аз ғана мөлшерін осылай алсаңыз, сізде ешқандай сырғып ағып кетпейтін крем шығу керек. Сонда сізде крем дайын болды деген сөз. Дайын болған кремді арнайы крем салатын пакетикке, осындай менде силиконды түрі бар, осыған барлығын салатын боламыз, және де оның басына арнайы насаткасын салып қоямыз. Ол насатка өзіңізге ұнайтыны болса болады, немесе вопипайға арналған болса да бола береді. Насатканың номері қажет болса, сіздерге описания бөліміне жазып қалдыратын боламын. Барлығын осы крем салатын пакетик саламыз, және де біздің пирогты жинайтын боламыз. Пирогтың қамырын жасағанда менде бір қателік болды. Сіздерге оны ескертіп қояйын. Шанышқымен ешқандай тесіктер жасамағандықтан менде пирогтың қамыры піскеннен кейін осындай сынып қалды. Бірақ ол пирогтың жиналуына, жасалуына ешқандай кедергі болмады. Пирогтың салмасының бірінші қабатына осындай сапалы ағып кетпейтін вареный сгущенканы 2 ас қасығын салып, осылай тегістеп шығамыз. Және де екінші қабатына біз бананды бөлшектерге бөліп қойып шығатын боламыз. Және де бананымыз біздің осындай піскен, тәтті, әдемі болу керек. Піспеген жасыл сырты болып қалса, ол пирогтың дәмін бұзып жіберуі мүмкін.
Пирогымыздың үшінші қабатына жаңағы сливкиден дайындаған кремімізді құйып шығатын боламыз. Бұл крем, бұл пирогтың, бананның және де вареный сгущенканың дәміне керемет үйлесіп, әдемі нәзік дәм беріп тұратын болады. Және де пирогтың сәнін келтіріп, ешқандай торттан айырмашылығы, артық кемі болмай қалады. Және де дастарханыңызға қонақ келгенде осы пирогты дайындап қоятын болсаңыз, қонақтарыңыз таң қалып, осы пирогты тағы да сізден сұрайтын болады, және де рецептін сізден сұрап өтінетін болады. Бұл пирогтың дәмі өте керемет, әсіресе тәтті құмарларға арналған десем қателеспеймін. Пирогымыз толығымен дайын болды. Пирогтың бетіне әсемдік үшін мен осылай какао ұнтағын сеуіп қоямын, немесе шоколадты үкіштен өткізіп бетіне сеуіп қойсаңыз да болады. Дәмі керемет үйлесіп, әдемі көрінетін болады. Баршаңызға осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.